Баршаңызға сәлем. Бүгін жасалуы өте оңай оладьи жасаймыз. 2 дана жұмыртқаны жарып, араластырамыз. Шекерімізді қосамыз. Ерігенше араластырамыз. Айран қосамыз. Жақсылап араластырамыз. ұн қопсытқыш қосамыз. Ас содасын кішкене мөлшерде қосамыз. Сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде ұн електен өткізіп, түйіршіктері қалмастай етіп, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын болды. Қоймалжың. Қатты қою емес, сұйық емес масса шығады. Блиницаларыңыз болатын болса, асты тегіс. Оладьиларыңыз дөңгелекше формада әдемі болып шығады. Менде асты жабыспайтын таба осындай болғандықтан оладьиларым кішкене сопақшалау болды. 1 қасық көлемінде салып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Баяу отта асты күйіп кетпесін, тез піседі. 2 бетін осылай аударып отырасыздар. Осымен оладьиларымыз дайын болды. Джем немесе вареньемен жесеңіздер өте дәмді ас болсын.